Елордадағы номер 81 мектеп лицейінің оқушылары мереке қарсаңында тыл ардагерлеріне құрмет көрсетті. Адамзат жүрегін айықпас жара салған 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде тылда еңбек етіп, елдіктің үлгісін көрсеткен Секер Нығмет қызы қазір 99-да. Елбасына күн туған сәтте ол 19 жастағы бойжеткен еді. Майдан даласына киім-кешек, азық-түлік жөнелтуге атсалысты. Жеңісті жақындатуға үлес қосты. Ғасыр жасаған кейуананың ендігі тілегі бейбіт өмір, ашық аспан, тату тірлік. Ауырмаңыз, өте ұзақ өмір сүріңіз, біз сізді жақсы көреміз. Ой, айналай, мен сендерді жақсы көріп отырмын. Аяқтарың дегеніне жетсін. Ойлаған ойларыңа жетіңдер. Жақсы оқыңдар, тәртіпті болыңдар. Нұрсұлтан қаласында 25 соғыс 2204 тыл ардагері бар. Соның бірі Полина Тілегеновада мектеп ұжымның құрмет төрінен көрінді. 90-нан асқан кейуана бүгінгі күніне шүкіршілік етеді. Енді зұлмат соғыс болмасын дейді. 85-ші мектеп лицейінің ұжымының бастамасымен осы мереке қарсаңында тыл ардагерлерін мерекелерімен құттықтап, аз да болса көңілдерін көтеріп қайтайық деп, себебі қазіргі кезде тыл ардагерлері қарияларымыздың саны азайып бара жатыр.